Мауып кетіп жатыр. Пәленбай кітаптар тізімі тұр. Қазақстан территориясында тыйым етілген кітаптар. Оның ішінде ахли сүнна қанша кітап усул саласа жүр. Усул саласаны неге сабақ бермейді? Субханалла, кейін бір бауырымызға сұрадым. Жай усул саласының ішінде айтылған нәрселер маған айтып берші. Мен шәкірттерім ішінде жатқа білетіндер усул саласы. Бауырлар кішкене айтады да жаңағыдай кітаптар неге өтпейді, жаңағы үш негіз таухид деген кітаптар. Бауырларға сол үш негіздің ішінде не жазылғанын біле ме екен сол бауырлар өздері? Сол бауырлар өздері оқып жүр негізі сол нені жаңағыдай, назарат оқыған болса мынандай болады. Сен өзің оқыдың ба сол кітапты? Иә, оқыдым, альхамдулилля. Аха, соның ішінде неге ол үш негіз деп аталды маған? Соны айтшы. Бұл жаңағы қабірдегі үш сұрақ қой. Дұрыс айтасың, қабірдегі үш сұрақ. Енді сен маған осы үш негізге дейін сол бір мен лекцияларын тыңдап көрдім ба ақидаға байланысты? Лекцияларды? Менің лекциямды тыңдап көргенсің ба? Осы жалпы ақидаға байланысты. Иә, тахауи ақидасын тыңдадым жалпы. Жақсы. Дұрыс. Енді болды. Сол ішінде ол жердегі үш сұрақ жаңағы қабірдегі үш сұраққа байланысқан. Раббың кім, дінің не, жаңағы пайғамбары кім деген жаңағы арабаға масал төрт мәселеден басталады. Азық сөздің шартынан кіреді. Аллах тағала адамзат бұдан басқа студенттеріміз жеткілікті болатын еді дейді. Ол ілім дейді, амал дейді, даават дейді, сабыр дейді. Содан кейін барып үш негізге көшеді, соны түсіндіреді, хадис жәбір келтіреді. Сонымен басталған бұл жаңағы кімнің Мұхаммед Абдул-Вахабтың үш негізген кітабы содан басталады. Оның ішінде айтылған тақырыптар, айтқанда оны мен уже 100 рет өтіп тастағам. Тек қана кітаптың аты аталған жоқ. Егер кітаптың аты керек болсын болса, зат емес біреуге, оның жазуын шекесінің altында үш негіз деп жазбасын. Жақсылап тұрып кішкене қаяқта өмір сүріп жатырмыз, не істеп жатырмыз деген деп қарасын да. Егер ол үш негізден кітап өте тамаша, өте керемет кітап, бірақ оқығаннан артық емес. Иә. Керемет кітап, бірақ ол хадистен артық емес. Кішкене тұрсын да, өткізе берсін. Ал енді үш негізге байланысты ішіндегі керекті Раббың кім деген тақырыпты, улухияны, рубубияны, сифатты бөлек өтіп, одан кейін Қазақстанның жағдайындағы рубубиядан қандай кемшілік кетіп жатыр? Қазақстанның жағдайына байланысты улухиядан қандай кемшілік кетіп жатыр? Қазақстанның жағдайына байланысты асма сифаттан байланысты не кетіп жатқанын әдемілеп түсіндірілген. Екінші, дінің не деген мәселеде кәдімгі исламдағы 5 парызды талдап тұрып, намазға бөлек тақырыптар, оразаға бөлек тақырыптар, зекет пен қажылыққа бөлек тақырыптар, иманға, кәлима шахадатқа байланысты бөлек тақырыптар арнайы өтілген. Пайғамбарға байланысты сүннет, бидағатты жеп көру, пайғамбарымыздың туғаны оған байланысты өте көп тақырыптар өткен. Егер бұл тақырыптар өткен болатын болса, үш негізі неге өтпеді деп жүрген бауырлар былай айтқанда әлі бір кішкентай білмеймін май ми жетілмеген сияқты тіршілікті қою керек та. Реальный қарау керек қой оқиға. Ал енді өткізіп келе ма? Қазір бір жерге барсында ашында мен үш негізден сабақ беремін, кел сабаққа қатысын деп айтсыншы. Бірінші кім жетіп келеді? Қолына кісен салатын алып келетін адам жетіп келеді. Кішкене реальный қарау керек та өмірге. Жоқ, ұстаз қазір өтіп жатыр ол сабақтар. Өтіп жатқан болмаса беріп көрсін бар, мешітке барып, болмаса бізге қайда сабақ беретінбіз? Халифа Алтай деген фондта, международный, мемлекетке тіркелген фондта сабақ беретінбіз. Барысында мемлекет тіркелген бір фондқа беріп көрсін, одан кейін маған айтсын. Әке мен сабақ бердім, одан кейін мен ішенге болған жоқ деп. Ал үйде бұрыш-бұрышта тығылып отырып, любой сабақ беріледі. Мединеде отыратын болса, мен одан да көкесінен ақсырып сабақ беремін. Хотя бы солай кішкене сабақ бермейсіз ба дегенім ғой. Любой келсін, любой қарш. Сен любой шехті барып тұраш, үш негіз керек па? Мен саған жатқа оқып берейін соны. Келе ма? Кел, пожалуйста, отыр менің қасыма. Сен жаңағы егер сонымен бәрі шешілетін болса. Жалпы тек сонымен емес, енді жалпы ол ақидадағы өте маңызды кітап қой деген ғой, мысалы кітап маңызды, соның ішіндегі маңыздылығы атында ма, затында ма, өзің айтшы, кітаптың атында ма, затында ма маңыздылығы? Атында тұрған жоқ, енді анда жаңағы кітапта енді четко жазылған ғой, жаңағы бәрі кезек-кезегімен, мысалы асыр сүресі дәлелмен кәдімгі шейхтар жаңағы субханалла жаңағы. Ал енді асыр сүресінің шарқы бар, сен лекцияны қарап жүрсің, асыр сүресінің шартын өттің ба? Иә, өттім. Ал енді не керек енді? Болмаса жарайды, сол ұсыл сұрақ қойшы, мысалы, қазір қойшы, елге жетпей қалған болса айтайын мен. Мына жерін айтпадыңыз, дәке, усул саласаның ішінде мына бір тармақты айтпадыңыз деп айтшы, мен айтайын елге. Қайсы қалып көп? Жоқ, оны мен сізге не сатқан жоқпын оны. Жоқ, айтшы конкретно айтшы, дәке, мына жерде мына жерін айтпапсыз, елге мына жерін жеткізу бірінші оқы деп айтшы. Усул саласы Сауд Арабиясының несі бойынша енді үш топқа бөледі. Қазір аттау ибтидaiya деп болады. Одан кейін мутавассита, орташа кітаптар, одан кейін уже тахассуси кетеді. Ал усул саласа ол бастауыш кітап, түсініп отырсың ба, бастауыш. Тахауи уже орта деңгейдегі. Тахауидің деңгейі усул саласам жоғары. Одан кейін уже жоғарыда тахассуси кітаптар кете бастайды. Уже қайдан анау үлкен нелерге кете бастайды. Таухид басқа кітаптарына. Сондан оны сен оны оқып бітіргеннен кейін усул саласа беремін. Усул саласа екінен кейін беріп алады. Егер осында біз сол үшін сендерге айтатын насихатым бауырым. Мынандай бәріне айтатын насихатым. Конкретный білетін тақырыпқа кірсіңдер де
күмәнді тақырыптан нақты пысықтап келіп телефонда оған жәрдем етпейді. Қазір мен телефон айтқан нәрсені сендер ұшты әлі көп нәрсені түсінбейсіңдер. Осы сабақтарда мен жаңа общий сабақтар бар, жаңағы болмаса кімнің Абдурусул Мухимма ли амматил умма деген сияқты Ибн Баздың бүкіл мұсылмандарға маңызды сабақтар, өте маңызды сабақтар деген кітаптарын кәдімгі алдына шәкірттер отырғызып қойып, әрпен-әріп өткізетін сабақтарым бар. Болмаса Фаузаның жаңа ақидаға байланысты, болмаса Шейх Осейминнің жаңағы иман, ислам, ихсан деген ақида сабақтары бар. Ол мен лично жеке өткізетін сабақтарым. Ол мен алдында шәкірттерім оқиды, сосын оны алып кетеді. Общий аудиторияда емес. Общий халыққа шығатын аудитория, мен бірінші 100% қазақ халқын өлшеймін. Сендерді өлшемеймін мен уағызда. Мен халықты өлшеймін. Өйткені сен түсінетін, қазір сен өзің кейбір арабша термин түсінбей жатсың, халық қаяқтан түсінеді. Сол үшін анау балалар халыққа тісі жоқ, әлі тісі шықпаған халыққа қарап каша сияқты уағыздап тыңдап алып, бәкең деп ойлап қалып жүрмеңдер. Лүкүллі мақамин мақалым дейді. Әрбір отырыстың өзінің сөзі болады дейді. Анау қарапайым дінді білмейтін арақшы, зинақорлық істеп жүрген адамдарға байқанда мола аралап жүрген, талаш жүрген халықтарға айтылған уағызбенен сендерге айтылған уағыз екі бөлек болады. Егер сенің сондай керемет болатын болсаң, уақытың тауып менің қасымда ақшаң жетіп, анаяққа шыққанда сойқа бияшқанда жүретін болсаң, мен саған 10 кітапты басынан аяқ шейхтің алдында оқыған. Жаңа Шейх Саид Қахтанидің алдында оқыған. Болмаса басқа жаңағы Абдулазиз Шайх Фаузанның 12 жыл шәкірті болған кісінің қасында оқыған кітаптарын лично басынан оқып беруге шамам жетеді. Ол ешқандай проблема емес маған. Сондай бауырларға кішкене осылай сабақ жүргізбейсіз ба деген мысалы бар. Ол мен қазір бұл мәселеде ол жүріп жатыр. Ол сен мүмкін сен жүрмеңге солай ойлап тұрған шығарсың. Менің қасымда қазір 10 шәкіртім бар, сабақ бергізіп жатырмын. Олар лично бұл сабақты алып қойған. Бірақ бүкіл Қазақстанға бұл сабақты мен жүргізе алмаймын. Түсініп отырсыңдар ма? Құрметті бауырлар, өздеріңіз естіп, көріп отырғаныңыздай, Дарын Убаров біздің мемлекетімізде заңның шеңберінде тыйым салынған Мұхаммад ибн Абдул-Вахабтың 3 негіз кітабын шәкірттері жатқа білетіндігін ашық айтып отыр. Ал 3 негіз кітабының ішіне үңілетін болсақ, онда Ахлис-сунна уәл жамағаттың сеніміне антагонистік түрде қайшы келетін тұжырымдарды көреміз. Мысалы, Алланың аршыға орнуы, хиджраның қияметке дейін болуы, джихадты исламның 5 парыздарына қосымша қосуы, кімде-кім Алланың жіберген шариғатымен үкім етпейтін болса, ол тағутқа, Алланың дұшпанына бағынғаны, қызмет еткені болып есептелінеді. Хиджра, джихад деп бөтен мемлекеттерге соғыс алаңдарына кетіп жатқан бауырларымыз бен қарындастарымыздың негізгі діни мотивациясы осы кітаптың мәтіні еместігіне кім кепілдік бере алады, ағайын?